Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сүзбе қосылған өте жұмсақ әрі дәмді болып дайындалатын пирог пісіреміз. Сіздер де міндетті түрде үй-іштеріңізге дайындап қуантыңыздар. Қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ең алдымен жылытылған сүтке ерітілген май, бір дана жұмыртқа, қант, ашытқы, тұз және де ванильді қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Енді алдын ала өлшеп, електен өткізген ұнымызды бірнеше бөліктерге сала отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымызды бір немесе 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Яғни менде үйдің сүзбесі, осыған жұмыртқа, қант және де қаймақ қосып, барлығын араластырамыз. Мүмкіндігінше қыздар блендермен араластырғандарыңыз жақсы, сонда сіздерде бір келкі болып сүзбелеріңіз барлығы жақсы араласатын болады. Менің қамырым көтерілді. Кез келген кастрөлдің қақпағын алып, осылай шамамен жаңа белгілеп алам. Сәл қаттырақ басып. Менде шеңбердің пішін жасадық. Енді жан-жағын осылай кесеміз. Және де кезектестіріп, алмастыра отырып, осылай жаңағы жан-жақтың өріп шығамыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, түсінетін боласыздар. Мен сәл басында шатасқан екенмін бір-екі жерінде, бірақ та мұқият қарап, осылай әдемі қылып өріп шығыңыздар. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описание бөлімінде қалдырдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Және де менің каналымда өзге де пирогтардың рецепттері бар. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Мендегі барлық рецепттер оригинал, кәдімгі өзімнің жаңағы мастер-класстарға қатысып оқып үйренгендерім. Міне барлығын өріп шықтым. Енді дәл осы күйінде 15-20 минутқа қалдырамыз. Пирогты қыздар пергаментке міндетті түрде пергамент қағазын үстіне қойыңыздар, сол кезде формаға салу оңай болады. Енді біздің жаңағы қамырымыз міне көтерілген, жан-жағын жұмыртқаның сарысымен толықтай жағып шығамыз. Алдын ала дайындап қойған салмамызды ортасына салып, алдын ала 180 градуста қыздырып қойған пешімізде 25-30 минутта пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Дария.